істеп отырсыңдар сендер? Біз бөлмені безендірейік деп едік, соған сарды ілуге деміміз жетпей отыр. Апа, сардың ілу әдісі бар ма екен? Әрине, шарды үрлеу оңай әдісі бар. Көргілерің келе ме? Иә. Олай болса жүріңдер, біз зерттеу бұрышына барып, шарды қалай оңай үрлеу әдісі бар екен, соны зерттеп көрейік, иә? Иә. Балалар, енді біз шарды үрлеу әдісін көрсету үшін бізге керек сірке суы, бос бөтелке, ас содасы, шар және құйғыш керек. Бірінші біз бутылкаға сірке суын құйып аламыз. Сірке суын пайдаланарда балалар мұқият болу керек. Бұл қауіпті. Біз қазір сірке суының 6% концентратталған сірке суын алып отырмыз. Мен бутылкаға сірке суын құяйын, сендер мына шарды қазір шарды кигізейін, сосын сендер ас содасын сала бересіңдер, иә? Біреу ұстап тұрыңдар, біреу мұқият ас содасын сала беремін. Тақымына сен сала қой, мен сірке суын құя берейін. Бірнеше қасық саламыз. Енді екі қас. Сала бер. Жарайды, осыны көрейік. Ас содасын салдық. Енді бұны ақырын мынау бөтелкеге аузын кигіземіз. Сендер кішкене көмектесесіңдер ме? Екеуің байқап бөтелкені ұстап тұрамыз, иә? Байқаңдар, мен қазір кигізейін. Бөтелкеге шарды аузын кигіздік. Ал енді бақылайық болды. Әнекей қандай біз реакция екенбіз, көреді екенбіз. Қалайса да өздігінен үрленіп барады. Үлкен болып барады, затып кетпей ма? Барлық жерге сәтістап кетеді. Көрдіңдер ме, балалар? Иә. Сірке суының мен ас содасы екеуі қосылып реакция беріп, көмірқышқыл газын бөлді, иә? Содан біздің шарымыз не істеді? Үрленді. Сендерге зерттеу әдісі ұнады ма? Иә. Балалар, сендер де осылай мұқият шарды үрлеу әдісін үйде жасап көрулеріңе болады. Бірақ та мұқият болыңдар. Сірке суы өте қауіпті, үлкендердің көмегімен ғана қолдану керек. Рахмет, сау болыңдар.